Тебя целует, говорит, что любит и ночами обнимает. Сердце прижимает, а мучаюсь от боли. Со своей любовью фотографии в айфоне. Йоу, барлығына салам, сендер мен Клойфи және бүгінгі видеода мен сендерге қазақ МКП-сінің алдағы тағдыры не болмақ, МКП-ні құртып жатқан не заттар, сол жайлы бүгінгі видеода мен сендерге өзімнің ойымды айтып жеткізетін боламын достар. Енді білесіңдер, енді қазақ МКП-сінде активность өте қатты түсіп кетті. Оның бірде-бір себебі менің ойымша адамдардың МКП-ге деген қызығушылығы қалмады достар. Енді центрға аман-есен жетіп алайық, сосын әңгімемізді жалғастырамыз достар. Все, центрға аман-есен жеттік. Базаға қайта салайық достар, өйткені ана жақта синилар жүр. Енді достар, адамдардың қызығушылығы МКП-ге қалмады деп жатырмыз. Енді оның себебі достар, енді кидоктарды білесіздер, адамдарды қадап, элиминатор немесе ақшаларға алдап қадап жатады достар. Енді содан кейін МКП-ні сүйіп жақсы көретін көрермен уже МКП-ден желаниясы қашады достар. Содан кейін дейтін уже МКП-нің сүйікті көрермендері азаяды. Я достар, солай. Бұл жерде енді кидоктардың да кінәсі бар деп ойлаймын. Ал сіз қалай ойлайсыз? Сол жайлы өзіңіздің пікіріңізді комментарияға жазып кетсеңіз болады. Енді достар, бұл теманы жауып басқа темаға өтейік. Алдында Морни бір зат ашқан болатын, яғни барлық ютуберлер болып, енді барлық демей ақ қояйын, тек сообществосы бар ютуберлер болып қосылып, бір-бірімізді сообществоға саламыз деп келіскен болатынбыз. Енді Морниға базар жоқ, активностімізді көтеріп берді. Морниға үлкен рахметімді айтамын осы видеода. Енді балдар, тағы да бір затты айтып кетейін. Енді уже ютуберлер дейтін 15, 14, 16-ға келіп жатыр достар. Енді олардың көбісі де МКП-ден кетіп қалды. Сол кезде сендер дейтін тупо видеосына жаман комментария жазып, оның одан әрі желаниясын қашырасыңдар деп айтсақ та болады достар. Енді үйтіп айтып мүлде қажеті жоқ достар. Өйткені ол ютуберде сабағына дайындалу керек дегендей ғой енді балдар. Білем, маған барсам бекен, бармасам бекен достар. Окей, барудың қажеті жоқ. Енді балдар, көбісі Free Fire деген ойынды осы затқа кінәлап жатады. Менің ойымша Free Fire'дің бұл затқа түк те қатысы жоқ. Осы заттың барлығын бүлдіріп, былықтырып отқан өзіңіз достар. Енді ютуберлердің көбісі Free Fire'ға кетті. Енді оның басты бір себебі, барлығын білесіңдер, барлық ютуберлер активность үшін кетті. Енді ол балдар ана құлап кетті, окей. Ал нар тәуекел, ал кетті. Лол, анау да құлап кетті балдар. Ой, блин. Окей. Ал үстіге кеттік па достар. Все, изи балдар, изи. Все, қаштық. Окей. Енді балдар, Free Fire'ды кінәлап мүлдем қажеті жоқ деп ойлаймын. Енді байқап жатамын достар. Енді баяғы олдығы ютуберлердің көбісі Free Fire'ға кетіп қалды. Сол ютуберлердің Free Fire каналының комментариясын қарап отырсам, МКП-шілер дейтін ана жерді кәдімгідей былықтырып боқтап тастаған достар. Енді олай айтып мүлдем қажеті жоқ. Енді Free Fire'ды мойындаймын, мықты ойын. Бірақ та МКП-ге жетпейді достар.
Енді осыдан 2-3 жыл бұрын МКП деген өте күшті дамып келе жатқан болатын достар. Free Fire'да дәл сол сияқты достар. Енді Free Fire'да 2-3 жыл өткеннен кейін ол да қызықсыз ойын болып қалады. Ал жаңадан келіп жатқан Free Fire'шіктерге ол ойын әлі қызық болып қала береді. Осы сияқты ғой достар енді. Сол себепті Free Fire'ды кінәлап қажеті жоқ балдар. Текст енді айтатын заттар мүлдем қалмады деп ойлаймын. Енді Гути комментарияға хэштег #мкпсила деп жазып кетейік. Сол кезде енді көңіл күйім өте қатты көтеріліп қалады достар. Ема балдар үстінде тұр екен ғой. Окей. Жарайды. Енді көріп тұрғандарындай барлық видеоны ПК-мен түсіріп жүрмін. Балдар солай. Енді алдында Изгар өзінің видеосында айтып жатыр. Дайс деген бала Кидокпа менің досымды қадап кетті деп айтып жатыр. Енді Дайс деген бала менің де досымды қадап кетті. РП-ға. Содан кейін мен оны жазалаған болатынмын 100 000 коинға. Содан кейін Дайс айтқан болатын. Мен енді ешкімге РП жасамаймын деп айтқан болатын достар. Енді ол просто рофл деп ойладым. Не дейді мына бала? Окей, блин. Просто анында балдар железный меч болды, окей. Андроидерлерді шашып тастайықшы достар енді. Енді Дайс деген бала менің де досымды қадап кетті. Содан кейін айтты, мен енді ешкімге РП жасамаймын деп. Енді оны мен рофл ретінде түсіндім, бірақ та уже 2 немесе 1 сағат өткеннен кейін уже достар адамдар жазып бастады маған. Мыналар үшеу ма или қалай достар? Өлтірді да мені. Окей достар, енді осы видео сендерге ұнаса лайк басамыз. Енді сендермен бірге болған мен Клэйфи арнасы. Амандықта саулықта жүздескенше. Давайте достар, енді МКПсила. Достар, енді МКП алдағы уақытта дамиды. Ешқандай да күмәндарыңыз болмасын. Сендермен бірге болған мен